Және дейді маған дейді тозақ көрсетілді дейді. Тозақ көрсетілгенде дейді тозаққа кетіп жатқан үмметтердің дейді ішіндегі дейді, яғни көбісі дейді әйелдер екен дейді ғой, әйелдер екен дейді. Яғни тозаққа не үшін әйелдер көп түсетіндігі жайында пайғамбарымыздың бір хадисінде келеді ғой. Яғни пайғамбарымыздан сұрайды әйелдер, Алланың елшісі, тозаққа кімдер көбірек түседі дегенде әйелдер көбірек түседі деген айтқаны бар. Не үшін деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, өйткені әйелдер дейді көп сөйлейді дейді ғой. Екіншіден дейді әйелдер өзінің күйеуінің қанша жақсылық көріп жатса дейді, бір жаманшылық көріп қалса бүкіл көрген жақсылығын нөлге шығарып тастайды дейді ғой. Міне сол үшін олардың тозаққа көп кететін себебі сол дейді. Расында да бәріміздің әйеліміз бар, үйдегі жұбайымыз бар. Сізге қанша сіз бағасыз, қағасыз, киіндіресіз, ішесіз, жегізесіз, бір күні төркініне тойға бармай қойыңызшы не болады екен. Сол кезде көресіз айқайдың көкесін. Яғни соны пайғамбарымыз айтып отыр ғой, әйелдердің осы қылығы үшін тозаққа көбірек кетеді дейді ғой. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, тозаққа дейді, менің үмметімнің ішінен дейді 18 түрлі әйелдің тозаққа баратындығы көрсетілді.